Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Егер хабарды толық білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Лайк басқан қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларын ұстасын. Павлодар Астана жолында көліктен түсіп кеткен әйелді басқа көлік қағып кетті. Инстаграм желісінде аталған автожолда жол апатына ұшыраған Toyota Estima көлігінің суреті жарияланды, деп хабарлайды бүгін КЗ порталы Павлодар News КЗ-ге сілтеме жасап. Облыстық жедел жәрдем станциясының мәлімдеуінше, жол көлік оқиғасы 18 наурыз күні Қалқамен кентіне жақын маңда болған. Шақыру сағат 00:32-де түсіп, жедел жәрдем 10 минутта жеткен. Бізге берілген ақпарат бойынша автокөлік жол үстінде болған әйел адамды соғып, одан кейін жол жиегіндегі қорғауға соғылған. Оқиға орнында қызметкерлер 35 жастағы әйелдің көз жұмғанын анықтады, деді жедел жәрдемде. Бізді бақылауды жалғастырыңыз. Арнамызға жазылып, бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Сау саламат болыңыз.